Баршаңызға сәлем. Ғылымның нақты деректеріне сүйенсек, сүтте тірі ағзаның өсуі мен дамуы үшін өте қажетті заттардың 200-ге жуық түрі бар екенін ғалымдар дәлелдеп берген. Олар ақуыздар, май, минерал тұзы, түрлі дәрумендер, сүт қанты, түрлі ферменттер, тағы басқалары. Оның үстіне осылардың бәрі адам ағзасына жұғымды, әрі тез сіңетіні анық. Бүгінгі видеомызда сүттің пайдасы туралы айтатын боламыз. Артық салмақпен күресіп жүрген жандар үшін сүттің пайдасы зор. Диетадан кейін салмақты бір қалыпта сақтауға, бұлшықет массасын жоғалтпай өсіру үшін ағзаға тағаммен берілетін макронутриент ақуыз қажет. 100 грамм сиыр сүтінде шамамен 3,2-3,5 грамм ақуыз бар. Мұндай ақуыздың сіңу коэффициенті 1-ге тең. Бұл барлық қажетті амин қышқылдарды қамти отырып, сүт ағзаға толығымен сіңеді деген сөз. Сиыр сүтінде майлар шамамен 63% құрайды. Олар жүрек пен қан тамырлары үшін зиянды деп саналады, бірақ ғылыми дәлелі жоқ. Керісінше, ірімшік, майсыз сүт және қышқыл сүт өнімдері инсульт пен жүрек ауруларының қаупін төмендетеді. Бұдан бөлек, сүтте 4,73%-ға дейін жүрек пен миға пайдалы май қышқылдары болады. Бұл қышқылдар тек көктем мен жазда құнарлы шөппен қоректендірілген жануарлардан көп бөлінеді. Сүйек пен тіс күшті және сау болу үшін ағзаға кальций қажет. Сонымен қатар бұл макроэлемент қан тамырларының, жүйкенің және гормондардың жұмысына қатысады. Адам ағзасына кальций жетіспеген кезде денсаулығы сыр бере бастауы мүмкін. 100 грамм сүтте 112 мг кальций бар. Сүттегі кальций лактозаның Д дәруменінің және фосфордың арқасында ағзаға жақсы сіңеді. Кальцийді дұрыс сіңіру үшін ағзаға Д дәрумені қажет. Ол асқазан жасушаларының кальцийдің 30-40%. Сонымен қатар, оның бүйрекке сіңуіне көмектеседі. Бірақ Д дәруменінің артықшылықтары мұнымен бітпейді. Ол белгілі бір гормондар мен жасушалардың синтезіне қатысады. Д дәруменін алудың ең оңай жолы күн сәулесіне шығу. Дене оны ультрафиолет сәулесінің әсерінен синтездейді. Алайда, біздің елдің көпшілігінде қыста және маусым аралықта күн белсенділігінің төмен болғаны соншалық денеге Д дәрумені жетіспейді. Жетіспеушілікті басқа көздерден алу керек. Сүтте Д дәрумені көп емес, бірақ кальций жақсы сіңіп, иммунитет жоғарыласа жеткілікті. Сонымен қатар сүт Д дәруменімен қосымша байытылған түрде өндіріледі. Сүт сонымен ұйқыға жақсы әсер етеді. Олар ұйқышылдық пен тыныш ас қорытуға көмектеседі. Жоғарыда айтылғандай, сүттің босаңсыту қасиеттері бар, бірақ ең бастысы, бұл адамның тәуліктік ырғағын реттейтін мелатонин гормонын өндіруге ықпал етеді. Ұйықтай алмаған кезде, бір стақан жылы сүтті балмен ішіп көріңіз. Ол сіздің ұйқыңызды тыныштандырады. Клеопатраның сұлулығының құпияларының бірі әйгілі сүт ванналары. Бұл сусын әлі күнге дейін косметологияда кеңінен қолданылады. Бірақ әдемі теріге ие болу үшін оған маска түрінде сүтті жағудың қажеті жоқ. Өйткені оның құрамында А дәрумені бар. А дәрумені сұлулық дәрумені деп аталады. Бұл эпидермистегі гиалурон қышқылының синтезіне ықпал етеді. Бұл терінің тонусын береді. Сондай-ақ бет терісіне арналған А дәрумені терінің сергектігі мен серпімділігіне жауап беретін коллаген түзудің негізгі факторы болып табылады. Сөз соңында маңызды ескерту, сүттің адам денсаулығы үшін пайдасы зор болғанымен, кей жандарға кері әсер етіп, зиян тигізуі ықтимал. Егер денсаулықта келесі проблемалар болса, сүттен бас тарту керек. Ол лактозаны қабылдамау, гормон жұмысы бұзылған, немесе жатыр, аналық без, кеуде, қуық обыры болғанда. Мұндай адамдарға сиыр сүтінің орнына күріш, кокос, бадам немесе жаңғақ сүтін тұтынған жөн. Холестерині жоғары адамдарға май үлесін азайту керек. Сондықтан олар майсыздандырылған сүтті сатып алуға кеңес беріледі. Ал видео қызықты әрі пайдалы болса, лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Ал жаңа видеоларымызды жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басып қойыңыз.